Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі, ертең 25 қазан республика күні. Қазақ үшін бұл үлкен мейрам. Енді көшеге шығу керек па, шықпау керек па деген сұрақ туындайды. Қарапайым қазақ ретінде бұл мейрам. Балаларды алып, орталыққа шығып, балмұздақ жеп, қуанып, музыка тыңдап. Бірақ билік шетелдегі адамдар арқылы митингқа шықпаңдар дейді. Сіз митингқа емес, жай орталыққа бала шағаңызбен не шығуға тыйым салынған ба? Енді мен митингқа шығыңдар деп айта алмаймын. Өйткені қазір мен сондайды айтсам, мені провокатор шетелден отырып алып, қазақтарды айдап салып жатыр дейді. Жарайды, шықпайсыз, бірақ шықпасаңыз үйде ас әзірлеп, ет асып, балаларға айту керек. Балам, бала сұрайды ғой, әке, неге біз мейрам күні орталыққа шыға алмаймыз? Сонда балаңызға айтасыз, балам, бұл қазір жүйе сондай, тоталитарлық жүйе. Қазір қазақ халқына геноцид жасалып жатыр. Мен қазір орталыққа шықсам, мені қамайды, анамды қамайды, сендердің бала бар екеніне қарамай қамайды, ұрады. Сондықтан балам, бұл мейрам, бірақ біз шыға алмаймыз. Болашақта балам, республика күні ел болып, халық болып, орталыққа шығып тойлатамыз. Бірақ қазір балам, мен шыға алмаймын, өкінішке орай. Өйткені қанды қаңтарда бейбіт митингке шыққан қазақтарды атып өлтірді. Заман сондай. Бірақ болашақта заман өзгереді деп мен үміттенемін, балам деп, осындай қысқа да нұсқа әңгіме айту керек. Сондықтан қазақтар, сіздер өздеріңіз білесіздер, шығасыз ба, шықпайсыз ба. Бірақ шығатын уақыт әлі келген жоқ, дайын емеспіз. Қоғам әлі, азаматтық қоғам қалыптасқан жоқ. Халықтың әлі саяси сауатын ашу керек. Соны айтқым келді. Рахмет.